Ассалаумағалейкум барша бауырлар, сіздермен қазақ елі арнасы. Бүгін біз сіздерге Баян батыр туралы айтатын боламыз. Бұл батырды бірі білсе, бірі білмес. Бар өмірін қазақ халқының тәуелсіздігі жолына қиған. Абылай ханның сенімді әрі мықты батырларының бірі болған. Уақ батыры Баян Абылай ханмен бірге Қытай жасақтарына қарсы соғысқа қатысады. Қытайлармен айқаста Абылай қолы шегінуге мәжбүр болғанда, Абылайдың әскерінің шегінуіне мүмкіндік жасап, Баян қолы Қытайлармен айқасады. Бұл шайқаста Баян өзінің тапқырлығымен, ержүректілігімен, найзагерлігімен көзге түсіп, хан әскерін құтқарады. Шоқанның айтуынша, Баян Абылайдың ең жақын батырларының бірі болған. Ол ағасы Сары батырмен бірге Уақ Керей руларының жасақтарын бастап қалмақтарға қарсы соғысқан. Осындай бір жорықта Сары мен Баян қаза болады. Халық аузында қос батырдың аттары біріктіріліп, Сары Баян деп қосақталып айтыла да береді, деп жазды Шоқан. Абылай ханнан 300-дің батырларының ішінде кімді ерекше бағалайсыз дегенде, осы Баян батырды айтқан екен. Баян батыр қазақ батырларының ішінде айтарлықтай дәрежеде ұлты, жері үшін шахид болған көрнекті тұлға. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылыңыздар. Мәтінді оқыған және де авторы Қанаш Ернұр.